Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі көрінетін, ерекше формадағы сумканы тоқып үйренетін боламыз. Бұл сөмке байқап тұрсаңыздар, қазіргі мода болып жатқан хит сумканың моншақтан тоқылған түрі. Байқап тұрсаңыздар, бұл бізде хрусталь моншақтардан тоқылған, жылтырлап осылай әдемі болып көрініп тұрады. Кез келген көйлегіңізге бұл сән келтіреді. Тоқылуы да өте оңай. Осылай алдында ерекше магнит жапқышы бар. Ұстайтын ручкасы және де иығыңызға асылуға арнайы осындай теп болады. Бүгін біз сіздермен осындай өте ерекше трапеция формасындағы сумканы тоқып үйренетін боламыз. Видеоны қарамастан бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен пайдалы видеолар бөлісіп отыратын боламын. Бізге сөмке тоқу үшін осындай моншақтар қажет. Бізде моншақтар осылай арнайы бір жіпке тізіліп сатылады. Өздеріңізге керек, яғни сөмкелеріңіздің көлеміне қарай алатын боласыздар. Және де леска керек. Бізде моншақтың размері 8-ші размер, лесканың размері 6-ші размер. Менке леска осылай сатылады. Және де осындай цеп қажет, сөмкені ұстау үшін осындай магнит қажет. Ең алдымен моншақтарымызды тарқатып аламыз. Бізге тоқу барысында оңай болу үшін. Лескамызды өзімізге керек көлемде кесіп аламыз. Мейлінше көптеу, яғни ұзын алсаңыздар болады. Мен дәл қазір сіздерге көрсетуге ыңғайлы болу үшін шамалы ғана кесіп алдым. Ең әуелі біз 4 моншақты аламыз. Екеуден өткіздім. Төртіншісіне келген кезде екінші лескамызды да осы жерден өткіземіз. Яғни бір моншақтан 2 леска өтеді. Дәл осылай етіп тағы да аламыз. Бізде қалған қатарды, яғни 3 моншақпен жұмыс жасаймыз қазір. 2 өткіздім. Үшінші моншақтан 2 лескамды өткізіп аламын. Қарасаңыздар, жаңағы өрнек менде 2 болды. Дәл осы тағы да қайталанады. Яғни біздің өзімізге керек ұзындыққа дейін біз осыны қайталап шығатын боламыз. Үшеу болды. Енді достар, дәл осылай етіп біз барлығы 18 қатар тоқуымыз керек. Мына бізден 1, 2, 3. Менде 3 тоқылды. Енді дәл осылай етіп біз 18 тоқып шығатын боламыз. Мен 17-ші қатарын тоқыдым. Енді 18-ші қатарын тоқимыз. Оң жақтағы лескамнан 2 моншақты өткіздім. Сол жақтағы лескамнан 1 моншақты өткіземін. Дәл осы сол жақтағы лескадан оң жақтағы лескамызды өткіземіз. Қарасаңыздар, мінекей біздің лескамыз алдында осы моншаққа түскен болатын. Енді бізде жоғары қарай көтерілді. Яғни біз енді қатарымызды жоғарыға қарай осылай тоқып шығатын боламыз. Енді оң жақтағы лескамызға 2 моншақты өткіземіз. Сол жақтағы лескамызға 1 моншақты өткізіп аламыз. Сол жақтағы моншақтан оң жақтағы лесканы өткіземіз. Достар, біз қазір қатарды сол жақ қарап жүргізгендіктен біздің сол жақтағы лескамыз міндетті түрде осы сол жақтағы моншақтардың астынан өтіп отырады. Келесіде біз үшінші қатарымыз бұл оң жақтан тоқылған кезде оң жаққа қарай, яғни моншақтардың арасынан өткізіліп отырады. Қазір мен дәл қазір сол жақтағы алдын тоқылған моншақтың астынан сол жақтағы лескамды өткізіп аламын.
Өткіздім. Енді байқасаңыздар, бізде лескада 2 моншақ пайда болды. Біз енді өрнек шығу үшін 4 моншақ қажет. Сол үшін біз қазір 2 моншақты пайдаланамыз. 2 моншақты өткіздім. Мына екіншісінен сол жақтағы лескамды өткізіп аламын. Окей. Тағы да мына қасындағы моншақтан өткіземін сол жақтағы лескамды. Қалған қатардың барлығында біз 2 моншақпен жұмыс жасайтын боламыз. 2 өткіздім. Екіншісінен сол жақтағы лескамды өткіземін. Достар, дәл осылай етіп біз өзіміз қалған қатардың барлығын осылай тоқып шығатын боламыз. Дәл осылай етіп достар, өзіміз барлық қатарды тоқып шығатын боламыз. Бізде барлығы 11 қатар тоқылу керек. Мінекей бізде бірінші қатар, екінші қатар. Дәл осылай 11 қатар тоқимыз. 2 қабырғасын бөлек-бөлек тоқып аламыз. Егер сіздерге бірден тоқылу оңайлы болса, бірден тоқсаңыздар да болады. Сонда сіздер 2 қабырғасы табанымен қосып, бірден ұзын етіп 27 қатар тоқып алсаңыздар болады. Мен қазір сіздерге бөлек-бөлек тоқылу тәсілін көрсететін боламын. Яғни біз қазір 11 қатар тоқып шығатын боламыз. Достар, мен қатарды аяқтағалы жатырмын. Екінші қатарда міндетті түрде әр қатарды аяқталған кезде біз 2 ғана моншақты пайдаланатын боламыз. Мен қазір үстіңгі қатарға шығу үшін 2 моншақтан да 2 лескадан да бір моншақтан өткізіп алдым. Енді оң жақтағы лескамнан сол жақтағы лескамды өткіземін. Бізде үстіне көтерілді. Алдыңғы қатар секілді үшінші қатарды да бастаймыз. Қатарды бастаған кезде біз 3 моншақпен бастаймыз. Үшінші моншақтан екінші лескамды өткізіп алдым. Қасындағысына кіргіземіз. Достар, тоқыған кезде сөмкемізді барша қатты тартып тоқып отырамыз. Сонда біздің сөмкеміз әдемі болып шығатын болады. 2 моншақты кіргіздім. Екіншісінен сол жақтағы лескамды өткіземін. Тағы да бір көрсетейін. Моншақты аламыз, екінші лескамызды, яғни сол жақтағы лескамды өткізіп аламын. Достар, байқасаңыздар, мінекей, менде леска бітуге жақын қалды. Сіздерде дәл осылай лескаларыңыз бітуге жақын қалған кезде біз лескамызды осы тоқылған жерлерге жасырып, жаңа лескамен бастайтын боламыз. Сіздерге қазір леска жалғауды көрсететін боламын. Мінекей, менде аяқталды. Дәл осы аяқталған кезден осы ең соңғы тоқылған бөлікке қайтадан лескамызды бір айналдырып шығатын боламыз. Сонда біздің соңғы тоқылған жеріміз нығыз болып босамай тұрады. Дәл осылай лескаңызды жалғайтын болсаңыздар, сіздердің сөмкелеріңіз мүлдем шешілмейтін болады. Оны қайшымен қырыққанның күнде де оңайлықпен ол тарқамайтын болады. Менде қараңыздар, өте нығыз болды. Енді бір рет айналдырып алғаннан кейін қалған лескаларымызды алдын тоқылған жерлерге жасырып аламыз. Бірнеше жерден жасырып алыңыздар. Жасырылды мына бөлігі. Қалған бөлігін қайшымен қырқып аламыз. Келесі бөлігін жасырамыз. Достар, жасырған кезде бір моншақтың тесігінен 3 рет қана өткізуге тырысыңыздар. Одан көп өткізбеңіздер, өйткені бізден алтыншы леска 4 рет кейде өтеді, кейде өтпей қалады.
Яғни бір жасырған жерден қазір осындай жағдайлар болған кезде осы жерге жасырмай на бөліктеріне қарай жасыруға тырысыңыздар. Лескамыздың кіріп шығуы қиын болып кетеді. Мінекей достар, жастырып шықтым. Енді қайшымен қырқып аламыз. Қайшыларыңыздың ұшы осындай болғаны жақсы. Бізде қырқып алған кезде, яғни лескамыздың соңғы бөлігіне дейін қырқып алады. Мүлдем қырқылған жері сосын бізде байқалмайды. Жаңа лескамыз қырқып алып, дәл келген жерден жалғастырып, тоқи беретін боламыз. Өте оңай лесканы жалғастырып тоқу. Мына жерден кіргізіп аламын. Лескамды кіргізіп алдым. Алдын қатарлар секілді енді тоқылып кете беретін болады. Екі моншақты аламыз. Екіншісінен, яғни сол жақтағы лескамызды өткізіп аламыз. Қасында тұрған моншақтан өткіземіз. Дәл осылай етіп достар, сөмкемен өзімізге керек бөлікті тоқып шығатын боламыз. Яғни 11-11 қатарлық екі қабырға болу керек. Мінекей достар, мен екі қабырғаны тоқып шықтым. Бізде барлығы 18 қатар ұзындығы, енінде 11 қатар болды. Осылай екі қабырға тоқып алдым. Осылай бір бөліп тоқсаңыздар да болады, немесе бір дестен ұзын етіп қосып тоқсаңыздар да болады. Мен сіздерге қазір бөліп тоқу тәсілін көрсетемін. Мінекей бізде екі қабырғасы дайын. Енді бізге табаны мен екі шеткі қосатын қабырғаларын тоқу керек. Оларды дәл осылай тоқылады. Екі шетіндегі қабырғасында тоқып қойдым. Ол да дәл осылай тоқылады. Қарасаңыздар, мен тек 3 қатар ғана тоқыдым. Екеуіне де 3 қатар тоқыдым. Бізде негізі қабырғасына табаны 5 қатар кетеді. Біз яғни 4-ші, 5-ші қабырғаны қосу кезінде тоқып шығатын боламыз. Дәл осылай етіп, мінекей табаны тоқылып жатыр менде. 3 қатар тоқимыз. Табанына, екі қабырғасына осылай 3 қатардан тоқып шығамыз. Қалған 4-ші, 5-ші қабырғаларын біз қабырғаны қосу кезінде тоқып шығамыз. Табанына да қарасаңыздар, ұзындығына мен 18 қатар алдым. Еніне 3 қатар тоқып шықтым. Мінекей мен барлық қатарларын тоқып шықтым. Енді біз табаны мен қабырғаларын қосатын боламыз. Ең әуелі біз табанын қосып аламыз. Ол үшін мінекей осы тоқылған бөліктерден лескамызды кіргіземіз. Міне бірінші мен қабырғасынан өткізіп жатырмын. Бір моншақты алып өткізіп аламыз сол жағына. Қасында тұрған табанның қабырғасынан өткізіп аламыз. Біз бір моншақпен ғана жұмыс жасаймыз бұл жолы. Қосылды. Енді бір моншақты өткізіп, осыдан екі лескамызды өткізіп аламыз. Қатар қосылып жатыр. Қасындағы қабырғасының бір моншағынан өткізіп аламыз келген. Табанның бір моншағынан өткізіп аламыз. Бір моншақты алып, екеуінен де бір моншақты алып, екі лескамызды өткізіп аламыз. Байқасаңыздар, бізде қатар қосылып жатыр, қатар осылай көтерілетін болады.
Тағы бір рет көрсететін боламын достар. Мінекей қабырғасынан бір моншаққа кіргізіп алдым. Табанның бір моншағына өткізіп аламыз. Мінекей бір моншақты алып, екі лескамызды осыдан өткіземіз. Өте оңай, достар. Сіздердің қолдарыңыз үйреніп қалды. Достар, ары қарай өзіміз дәл осылай етіп, екі табанның екі шетін қосып аламыз. Екі шетін қосқан екен бізде осылай қабырғасы көтерілетін болады. Қабырғасы көтерілгеннен кейін, мінекей бізде екі осылай қабырғасына тоқылып алған едік қосатын. Осы екі бөлікті екі шетіне, яғни біреуін осы шетіне, біреуін осы шетіне осылай қосып шығатын боламыз. Сонда бізде төрт бұрышты формадағы сөмке шығатын болады. Сөмкемнің барлық қабырғаларын тоқып шықтым. Енді біз сөмкемізден трапеция формасын шығаратын боламыз. Сөмкеміздің табанын жасап болатын боламыз. Менде барлығы 18 қатар болды. Ортасына 4-еуін тоқимын. Сондықтан мен екі шетінен 7 қатар тастап кетіп, 8-шісіне лескамды кіргіземін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екені 8-шісіне лескамды өткізіп аламын. Енді бір моншақты оң жақтағы лескамды өткізіп аламын. Дәл екінші шетінен де 7-еуін санап 8-шісіне лескамды өткіземін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-шісіне. Енді тартамыз. Тартқан кезде бізде осылай жиналу керек. Өзімізге қаратып алып, тағы бір моншағымызды өткізіп, осы моншақтан екі лескамызды өткізіп аламыз. Мінекей. Дәл осылай етіп, мына оң жақтағы лескамызды, оң жақта тұрған моншаққа, сол жақтағы лескамызды, сол жақта тұрған қасындағы моншақтарға өткізіп аламыз. Осы лесканы шығару кезінде үшкір қайшыны пайдалансаңыздар болады, кез келген. Қанша тартамыз. Тағы да бір моншағымызды алып, екі лескамызды өткізіп аламыз. Екеуі болды, қараңыздар, екеуі бізде дайын. Біз осылай төртеу істейміз. Үшіншісіне мен тағы да өткізіп жатырмын. Тағы бір моншағымызды алып, өткізіп аламыз. Үшеуі пайда болды бізде. Барынша қысып істейміз. Енді соңғысы қалды. Төртіншісі. Енді соңғысы қалды. Бір моншағымызды алып, екеуінде өткізіп аламыз. Бізде төртеу болды. Мына шетінде де байқасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 моншақ. Мына шетінде де 7 моншақ аталды. Бізде қарасаңыздар бантик секілді форма шықты.
түстерде осылай шығу керек. Енді қалған лескамызды алдыңғы қатарларда лесканы жастырған секілді осы жерден бірнеше рет өткізіп, лескамызды жастырып, қалған бөлігін қайшымен қырқып аламыз. Мінекей табанын жасап алдық. Табан бізде былай көтеріліп тұрады, сонда сөмкеміздің несі формасын жақсылап. Енді біз трапеция формасын шығарамыз екі шетінен. Ол үшін мінекей біздің қабырғамызда 5 қатар тоқылған еді ғой. Осы 5 қатар, мінекей мына шеті. Бізде енді мына қабырғаға өткен кездегі, қараңыздар, мына біздің еннің шетіндегі шеттері, мынау келесі ұзын қабырғамыздың бірінші тұрған жерінен біз лескамызды өткізіп аламыз. Осы өткізіп алдым. Енді екі лескадан да бір-бір моншақтан өткіземіз. Үстіне тұрған лескамды алып, келесі қабырғаның мінекей мына шеті, бұл шетіндегісіне алып қоймаңыздар. Наоборот, бізде мына үлкен ұзын қабырғаның, мінекей ұзын қабырғаның біріншісінен алатын боламыз. Мына шеткі, ұзын қабырғаның бірінші шеткісінен кіргізіп аламыз. Кіргіздім. Қысылатын болады бізде. Достар, мен дәл осы жерде сөмкемнің шетіне, яғни ұстайтын цепті ілу үшін осындай кольцоны бірге қондыр жіберемін. Сізде осылай қондыр жіберсеңіздер болады. Көз арасына кетеді кольцомыз. Лескамыздан өткіземіз екінші лескамызды. Осының арасында қалып кету керек бізде. Қалды, қарасаңыздар. Сенімді болу үшін, біздің ажырап кетпеу үшін қасына тағы да бір моншаққа өткіземіз. Қараңыздар, тура осы қатардың астына тұрған моншаққа өткіземіз. Мына екеуі. Мына жақтағыларын өткізіп қоймаңыздар. Осы қайырылған кезде көрініп тұрады. Мына бір моншақтан өткіздім. Достар, егер сіздерде бір лескалар жасырған кезде бір моншақтан 3 рет өткен болса, 4-шісін өткізу қиын болады. Мейлінше көп өткізіп қоймаңыздар. Именно осындай шеттеріне келген кезде бізге қиын болады. Жасырған кезде осындай жерге жасырмауға тырысыңыздар. Мінекей қасына кіргізіп алдық. Енді тартамыз. Тағы бір моншақты аламын. Осыдан екі лескамды өткізем. Кольцоның астына өткізіп жіберем осы кезде. Бізде бір қабырғасы бітті. Енді мына лескамызды, достар, алдыңғы қатарлар секілді астына қарай жастырып, қалған бөлігін қырқып алатын боламыз. Бар жақ қатты тартып қысып жасырып тастаңыздар. Бұл ең негізгі жері болғандықтан. Дәл осылай етіп, достар, екінші қатарында жасайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, шеті тұр. Осы шет бізде 5 қатар ене тоқылды. Бұл жерге тиіспейміз. Ұзын қабырғаның мінекей бірінші тұрған жеріне, және де мына жақта бірінші тұрған жері, мына жерден өткізіп алып, дәл алдыңғы қатар секілді осы жерге кольцомызбен бірге тоқып шығатын боламыз. Мінекей, достар, мен екі қабырғасын қосып шықтым. Асты қосылды бізде. Бізде осылай мінекей трапеция пішіні пайда болды. Енді біз сөмкеміздің крышкасын тоқимыз. Ол үшін мен мына бетін артқы бөлігі қылам, мына бөлігін алды қылам. Осы жерден ең шетіне екеуін тастап кетемін. Ортасына тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы 12 моншаққа алдыңғы қатарлар қалай тоқылды, сол секілді тоқып крышкасын тоқитын боламыз.
осы жерден кіргізіп аласыздар. Жаңа лескамызды алып, оң жақтағы лескамызға 2 моншақ, сол жақтағы лескамызға 1 моншақ өткізіп, сол жақтағы лескада оң жақтағы лескамызды өткізіп аламыз. Мінекей. Сіздерге бұл тоқылу түсінікті. Қасындағыға тағы өткізіп аламыз. Мінекей. Екі моншақпен жұмыс жасаймыз. Екіншісінен екінші лескамызды өткізіп аламыз. Достар, сіздер бұл тоқылу үлгісін білесіздер. Осылай тоқылып, мінекей осы шетке келгеннен кейін үстіне қарай ауысып, моншақтардың үстіне қарай тоқисыздар. Солай етіп сіздер өздеріңізге, яғни крышкасын қай жерден жауып тұрған қалайсыздар, сол бөлікке дейін тоқып шығасыздар. Мен қазір 8 қатар тоқып шығатын боламын. Сөмкемнің аузын, яғни крышкасын тоқып келдім. Менде барлығы 7 қатар болды. 8 қатар менде қатты төмен түсіп кететін секілді болғандықтан мен осылай 7 қатармен аяқтадым. Мінекей. Енді біз сөмкеміздің осы жеріне магниті жапсыратын бөлігін тоқитын боламыз. Мен алдын ала оны тоқып алдым. Мінекей. 3 қатар тоқып, 3 қатарды жоғары қарай көтердім. Менде барлығы 7 қатар тоқылды. Бізде бұл осылай майысу керек. Мінекей. Осыны енді сөмкемізге қондырамыз. Осылай қондырамыз. Мінекей, дәл осы жерге қондырамын. 1, 2, 3, 4, мына жақтан 4-еу. 1, 2, 3, 4, мына жақтан 4-еу қалды. 4-еу қалды. Енді қараңыздар, қондырған кезде бірінші қатардың емес, бірінші қатардан кейін қатардың мінекей осы тұрған бөліктеріне біз қазір қондырып шығатын боламыз. Дәл осылай алып аламыз. Және де достар, дәл осы кезде мен номері 6-шы емес 4-ші лесканы пайдаланып жатырмын. Себебі бізде осы жерлерді алдын ала тоқылғаннан кейін лескамыздан кіріп шығуы қиын болғандықтан мен қазір кіріп шығуы оңай болу үшін 4-ті пайдаланғалы жатырмын. Сіздерге де размері кішкентай лесканы пайдалануға кеңес беремін. Ең алдымен оң жақта тұрған лескамды, менге қараңыздар, мына моншақтар тоқылып бізде. Мына сол жақ бетінен өткізіп шығарып аламыз. Шығарып алып, бұны біз артқы бөлікке қалдырамыз. Бұл лескамен артқы бөлігін тоқимыз қазір. Ал мұнда бізде сол жақтағы лескамен алдыңғы бетін тоқып шығамыз. Дәл осылай қысып ұстап тұрасыздар. Жандағы моншаққа кіргіземін. Енді тоқылған моншақ екінші бөлігіне өткіземін. Тартып аламыз. Барынша қысып тоқыңыздар. Енді астындағы бөліктегі моншақтан өткіземін. Соңғысы мына моншаққа өткізіп аламын. Яғни бұл жерде бізде магнит жапсырылады қазір. Қасындағыдан өткізіп аламын. Бізде алдыңғы бөлігі орнықты, қараңыздар. Енді артқы бөлігін орнықтырамыз. Ол үшін артынан алып алдым. Бізде артқы бөлігінде қараңыздар, бізде лескам мына беттен шығып тұр. Ол бізде қазір мына жерге келу керек. Мына моншақтан шығу керек. Ол үшін қараңыздар, мына моншақтардан айналдырып, әкеліп осы жерден шығарып аламыз.
бетке шығарып алдым. Енді мына бөлікті әкелеміз. Бөлікті әкеліп, мына шетіндегісін қараңыз, мына шетінен қараңыздар көрініп тұр деп ойлаймын. Өткізіп аламыз. Өткізілді. Енді мына моншақтан өткіземіз. Тартамыз барынша қысып. Өтті. Енді келесі мына моншақтан өтеді бізде. Бір үстінен, бір астынан екеуін кезектесіп алып отырамыз. Өтіп кетті менде қазір. Шығардым. Енді астыңғысынан шығарып алуым керек. Астыңғысы көрінбей тұр мұнда. Енді соңғысы қалды. Таңдағынан өткіздім. Мінекей, бізде орнықты қарасаңыздар. Қараңыздар, әдемі болып орнықты. Енді достар, бізде мына лескамыздың размері кішкентай болғандықтан, тағы да осы жерлерден біреуі, мына лесканың біреуі ғана осы жерлерден өтеді. Тағы да бір рет өткізіп, қалған лесканы мына бөліктерден өткізіп жасырып алып, қалған бөліктерін қашымен қырқып алатын боламыз. Магнит жапсыратын жермен орналастырып, қалған бөліктерін жасырып алдым. Енді біз осы магнитімізді орнататын боламыз. Мінекей менде осындай магнит. Бұл екіге ашылады. Мына бөлігі бізде үстіне, яғни мына бөлікке түседі, мынау астына. Мен қазір сіздерге үстіңгі бөлігін қалай магнитті қондыру керектігін көрсететін боламын. Астыңғы бөлігінде сіздер де солай қондыратын боласыздар. Ең әуелі магнитімізді аламыз. Достар, магнитті жапсыратын кезде қолдарыңызға осындай жіңішке лесканы пайдаланыңыздар. Менде 4-ші өлшемде, себебі бізде алдыңғы тоқылған жерлерге кіріп шығуға оңай болу керек. Дәл ортасына өлшеп аламын. Өлшеп алып, алдыңғы тоқылған бөліктерге кіргізіп шығатын боламыз. Бір тесіктен кіргізіп, осы жерін өткізіп алдым. Бір бөлігін ығыздап алдық. Енді келесі бетіне бару үшін алдына тоқылған жерлерін өткізіп аламын. Кіргізіп алдық. Енді мынау біздің магнитімізді екінші бөлігіне өткіземіз. Өткізіп, дәл осы моншақтың астынан қайтадан шығарып аламын. Келесі бетке ауысу үшін. Екінші бөлігін орналастық. Енді мінекей жанындағылардан өткізіп, мына бетке баруымыз керек.
мына беттегісіне осы бетке апарып аламын жүргізіп қазір. Мына бөліктегі моншақты алып астынан өткізіп мына бетке түсіріп алуымыз керек. Барынша достар өздеріңізге қалай ыңғайлы кіргізіп шығарғанға солай кіргізіп, осы бөлікке осы біз нені магнитті нығыздап бекітуіміз керек ең бастысы. Мына үшінші бөлігіне кіргіздім. Менде мына бөлігі жабысты, енді соңғы мына бөлігі қалды достар. Достар, сіздерді түсінді деп ойлаймын магнит жабыстыруды. Яғни өздеріңізге қалай ыңғайлы кіргізіп шығаруға сол бөліктегі моншақтардан кіргізіп алып, ең басты бізде магнит жақсы орнықса болды. Дәл солай етіп достар, өздеріңіз неге қараңыздар, мына менде соңғы бөлігін жабыстырсам болғаны. Енді екінші бөлігін дәл осымен өлшеп отырып, мына бөліктен мысалы менде қазір мына жерден осы шамада қондырамын. Сонда мына келіп, тура осы размерге түсіп, бізде магнитім жабысып қалу керек. Магнитті жабыстырып болған екен достар, бірге сөмкеміздің осы жеріне ұстайтын ручкасын тоқитын боламыз. Мінекей достар, мен магнитін орнатып шықтым. Магниттерін орнатып, қалған бөліктерін жасырып алдым. Енді біз сөмкеміздің ручкасын тоқып бастайтын боламыз. Біздің ручкамыз, қараңыздар, мінекей осы қатардың үстіне тоқылады. 1, 2, 3 қатар бізде үстіңгі бөлігіне кетіп тұр. Осының дәл ортаңғы қатарының, қараңыздар, дәл ортаңғы қатарының бастапқы емес, екі бастапқы екі шет емес, осы екінші шеттерінен тоқылады. Осы жерден қазір бастаймыз, соңында осы жерге келгенде аяқтайтын боламыз. Осы төртеуіне біздің ручкамыз тоқылып басталады. Ең алдымен бір моншақтан лескамызды өткізіп аламыз. Өткізіп алдым лескамды. Енді 3 моншақты аламыз. Оң жақтағы лескамнан өткізіп, үшіншісінен екінші лескамызды өткізіп аламыз. Бізде осылай үстіне қарай көтеріліп тоқылатын болады бұл жолдастар. Сол жақтағы лескамды қасында тұрған, қараңыздар, мінекей. Қасында тұрған моншақтан өткізіп шығарамыз. Дәл алдыңғы тоқылулар секілді тоқылады, тек қана бізде үстіне қарай көтеріледі достар. Екі леска алып, екіншісінен екі лескамызды өткізіп аламыз. Енді мына үшіншісінен өткізіп аламын. Екі леска алып, екіншісінен екінші лескамызды өткіземіз. Соңғы бір ғана моншақ қалды бізде, мінекей мына біреу. Осыдан өткізіп аламын лескамды. Және де мінекей қараңыздар достар, бірінші тоқылған қатардан бірінші қатардан өткіземіз. Енді бізде бір ғана моншақ керек. Осы бір ғана моншақтан екі лескамды өткізіп аламын. Біздің осымен бірінші қатарымыз дайын болады, қараңыздар. Үстіне бір қатар көтерілді. Дәл осылай біз барлық қатарларды осылай етіп тоқимыз достар. Сіздерге тағы да бір рет көрсететін боламын. Ең әуелі 3 моншағымызды алып аламыз. Үшіншісінен екінші лескамызды өткіземіз. Айналдыра отырып тоқыладық. Жандағы лескаға өткізіп аламын. Екі моншақты алып,
екіншіден екінші лескамызды өткіземіз. Үшіншісі болды. Мінекей соңғысына келген кезде соңғы қабырғасынан және де бірінші тоқылған қатардың біріншісінен алып аламыз. Бізде лескада 3 моншақ пайда болады. Енді 4 болу үшін бізде бір ғана моншақ қажет. Осы бір моншақтан 2 лескамызды өткізіп аламыз. Мінекей достар, бізде қарасаңыздар 2 қатар тоқылды. Дәл осылай етіп достар, өзіміз 20 қатар тоқып шығатын боламыз. 20 қатар тоқыған екенбіз, осы жерге келіп қондырамыз. Неге достар, мен сөмкеме өзіме керек көлемде ручкасын тоқып алдым. Мен 20 қатар емес, барлығы 17 қатар тоқыдым. Қазір 18-шісін тоқимыз. Яғни 18-шісін тоқып, осында қондыратын боламыз. Біз қазір осы жерге емес, мінекей мына екіншісіне қондырамыз. Дәл осылай тұр. Менің лескам осы беттен шығып тұрғандықтан мен бірінші моншаққа қондырамын. Ол үшін оң жақтағы лескама бір моншақ өткізіп аламын. Және де мына тұрған екінші қатардың мына беттегі моншақтан өткізіп аламын астынан. Барынша қатты қысып тартамыз достар. Бұл маңызды жері. Енді бір моншақты алып, осыдан 2 лескамызды өткізіп аламыз. Тартамын. Енді мына бетке айналдырған кезде бізде мында тұрған жаңағы қараңыздар астында, міне осыған астында тұрған лескамды өткіземін. Мына үстінде тұрған лескамды, мына ручкамның үстінде тұрған, дәл осында шетіне тұрған моншаққа өткізіп аламын. Қысамыз да осы жерде. Өткізіп алдық. Енді бір моншақты алып, 2 лескамызды осы моншақтан өткіземіз. Барынша қысып тартып аламыз. Бізде 2 қабырғасы орнықты. Енді неке қараңыздар, мына бөлікке, мынау және мына бөліктерге лескаларды өткіземіз. Астында тұрған лескамызды астыңғы бөлігінен өткізіп аламын. Үстіндегі лескамызды үстіңгі бөлігіне өткізіп аламыз. Бір моншағымызды алып, 2 лескамызды осыдан өткіземіз. Қысамыз. Енді бізде соңғысы қалды достар. Соңғысына біз ешқандай моншақ тоқымаймыз. Қараңыздар, міне 4 тұр бізде. Дәл осыдан осы лескамызды өткізіп, айналдырып қысып алатын боламыз.
Мінекей достар, мен өткізіп алдым. Енді біз өтті достар. Енді біз осы лескамызды осы бөліктерін астыңғы бөлігіне, үстіңгі бөліктеріне барынша нығыз етіп жасырып алып, қалған бөлігін қайшымен қиып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің сөмкеміз дайын болды. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Әрі сүйкімді көрінеді. Мінекей ручкасы орнықты. Мен мінекей екі шетіне осындай дайын цевікті орнатып қойдым. Бізде осылай мінекей аузы ашылады. Заттарыңыз салуға болады. Міне формасы осындай ерекше, ішіне көп зат сыймайды, бірақ өте әдемі көрінеді. Достар, менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы видеолар бөлісетін боламын.